себебі осы ой шебері деген ойын осы жастарға өте керемет деп ойлаймын. Себебі қазіргі жастар көп кітап оқымайды, және де осы әсіресе өзіміздің туған жеріміздің ақындарының, жазушыларының кітаптарын оқыған, ол осы патриоттыққа және де білімділікті де, және де осы өмірге деген көзқарасты өзгертіп, осы оқушылар үшін пайдалы жарыс деп ойлаймын, ойын деп ойлаймын. Тамаша. Өзіңіз айта кеткендей, туған жер, ақын, жазушылар. Енді осы Жуалы ауданының топ 3 тұлғаларын атап кете аласыз ба? Топ 3 тұлғалары. Бірінші орында мен үшін Шерхан Мұртаза, екінші орында Бауыржан Момышұлы, менің өзімнің ауылымның батыры Тайыр Тастаниевті қояр едім. Бүгінгі ойын өте жоғары деңгейге өткізілді, және де бұл ойында өте жақсы сұрақтар қойылды. 5 кітаптың 5-еуі де қамтылды, және де бұл ойында өте жақсы деңгейде өткізіліп, ол ойында жүргізген адам да ойынды қызықтырып отырды. Маған бұл ойын өте қызықты болды, және де мен бұл ойында өте қатты қобалжыдым, себебі мен үшін бұл қиын әрі қызықты өтті. Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша шығармасын тереңірек зерттедім, және де маған ол өте қатты ұнады. Тамаша. Сол Ай мен Айшаның ішінде бір кішкене ғана үзіндіні айтып жібересіз бе, өзіңізге ұнаған? Маған өте қатты ұнаған үзінді ол соңғы үзіндісі, яғни соңғы тақырыпшасы, артына қараған мөңіреген сиыр атты тақырыпшасы. Себебі ол жерде өзінің туған жеріне деген ыстық ықыласын білдіреді, және де сағынышын көрсетеді. Жуалының топ 3 тұлғалы азаматтарын айтып кете аласыз ба? Бірінші Бауыржан Момышұлы, екінші Шерхан Мұртаза, үшіншісі Тайыр Тастаниев. Тамаша, рахмет, сәт болсын. Шыны керек, жарысты ұйымдастырып жатқан ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы енді біз осы Жуалы өңірінде туылғаннан кейін бізге негізі Бауыржан Момышұлы мен Шерхан Мұртаза тікелей жақын тұлғалар. Шыны керек, бізде кіммен амандаспасаң да Бауыржан Момышұлының туған туысы немесе Шерхан Мұртазаның жаңағы туыстары болып шығады. Сол себепті бізге енді Шерхан Мұртаза мен Бауыржан Момышұлын оқымау үлкен сын болады. Сол себепті біз бар назарымызды осыға дейін оқып жүрдік енді Бауыржан Момышұлы мен Шерхан Мұртазаны, бірақ бүгінгі жарыстағы сұрақтар терең болады, ішінде кейіпкерлер болады деп, сондай сұрақтар келеді деп естідік. Енді біз бірінші рет қатысып жатқандықтан шыны керек үлкен дайындық болды, бірақ бізде дайындығымыз жаңағы Күләш Ахметова Бақ өлеңдер жинағынан және Ақиқат пен аңыз шығармасынан дайындығымыз кішкене аздау болды. Үлкен рахмет. Ұйымдастырушыларға қатты толқып тұрмыз, қуаныштымыз. Осындай жарыстар көп болсын. Енді биыл облыс әкімінің Әулиеата кітап оқитын өңір бастамасын шыны керек естіген кезде қатты қуандық. Өйткені қазіргі таңда кітапты оқитын адамдар өте аз деп айтуға да болады. Жалпы бұл да бір жаңағы біздің ауданымызға бір үлкен серпіліс болды деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Тамаша. Енді осы сөз соңында қорытынды ретінде жерлестеріңіз Шерхан Мұртазаның немесе Бауыржан Момышұлының бір сөзін айтып кете аласыз ба? Бауыржан Момышұлы айтады: ұстазын ұмытқан оңбас дейді. Әрқашанда бізді дайындаған, бізді алдымызға салып, леріп тартқан мұғалімдерді, яғни ұстаздарды ұмыту, ол біздің бір кемшілігіміз немесе бір ақиқатымыз. Шындық қой, рахмет үлкен. Рахмет сізге. Біз бүгін ой шебері зияткерлік ойында оқушылардың кітапқа деген ынтасы ашылды. Оқушылар көптеген білім алды осы кітап бойынша. Бауыржан Момышұлы атамыз туралы көптеген мағлұматтар білді.
Бізде бұл жерде сәл ақсап қалғанымыз бақ өлеңдер жинағында шамалы бізге қиындау болды әрине. Бірақ оқушылардың осы кітаптарды оқығанның арқасында, осы жеңісіміздің арқасы негізі оқушыларымыздың өздерінің жетістіктері, таза жетістіктері деп білеміз. Ұйымдастырушыларға көптен көп рахмет. Осылай кітап деген бұл негізі жаңағыдай білім азығы деп жатады, рухани байлық деп жатады. Осы рухани байлықты қалыптастыру мақсатында осы ұйымдастырылған іс-шараның маңызы зор деп ойлаймын. Сонымен қатар оқушылардың кітапқа деген қызығушылығы, яғни сыйақының мөлшеріне байланысты қызығушылық соған артты. Ендігі облыста жақсылап дайындалатын боламыз. Үміттеріңізді ауданның үмітін ақтаймыз деген үміттеміз. Енді Бауыржан Момышұлының «Ақиқат пен аңыз» кітабында бір керемет бір сөзі бар. Өз ұлтын сүймеген бұл барып тұрған азғын деген. Сондықтан осындай ұлтты сүйетін, ұлтты қадірлейтін ұрпақтар тәрбиелеуде біз бар күшімізді аямауымыз керек деп ойлаймын. Тамаша. Гранд финалда сіздерге сәттілік. Көп рахмет.